Сәлеметсіздер ме балалар? 7-ші сабақ дауысты және дауыссыз дыбыстар. Ең алдымен каналға тіркеліп алайық. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мәнерлеп оқы. Қыз өзенді, көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қыстыгүні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып, бағып қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады, жылы киім киеді. Міржақып Дулатов атамыз жазған екен балалар. Бапсыз деген сөзіміз, яғни жайсыз, адамға қолайсыз деген сөз. Сонымен қыста, орманда, өзен көлде қандай өзгеріс болады? Оның себебі неде деп ойлайсың? Қыста, орманда, өзен көлде қандай өзгеріс болады балалар? Яғни сулар қатып, күннің суығынан сулар қатып, мұзға айналады. Күн суықта барлық нәрсе қатып қалады. Басқа аңдар туралы не білесің дейді? Қыстыгүні басқа аңдардан мысалы аюды айтайық. Аю қысқы ұйқыға кетеді. Тағы басқа қандай аңдарды білесің? Өзің есіңе түсіріп айтып көр. Екінші, көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді көшіріп жаз. Өзен, әрпін қоямыз. Күндіз, қыстыгүн, қыстыгүні, әрпін қоямыз. Киім, әрпін қояды екенбіз балалар. Сөздердегі дыбыстардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін айт дейді. Сендер балалар әріптердің қайсысы дауыссыз, қайсысы дауысты екенін білесіңдер ғой. Өздерің дыбыстық талдау жасаңдар. Келесі үшінші жаттығу, сурет бойынша сөз жұмбақты шеш. Бірінші суретте нені көріп тұрмыз балалар? Қоян, олай болса, бірінші деген жерге қоян сөзін жазамыз. Екінші суретте нені көріп тұрмыз? Шырша сөзін жазамыз кестеге. Ал үшінші суретте біз нені көріп тұрмыз? Сауысқан. Олай болса, үшінші кестеге сауысқан деп жазамыз. Сонда балалар қандай сөз шықты тігінен? Қыс деген сөз шықты. Бүгінгі тақырыбымыз сонда біздің қазір болып жатқан мезгіліміз қыс мезгіліне байланысты екен балалар. Жақсы, сау болыңдар. Каналға жазылуды ұмытпаңдар.